біз алдыңғы for циклінің тақырыбын өткен кезде кірістірілген, яғни for циклінің ішінде тұрған for циклі двойной циклдарға қатысты бір есеп шығарған болатынбыз. Сол сияқты while циклында да двойной цикл құрастыруға болады, немесе while деп, немесе for оның ішінде while цикл, немесе while цикл оның ішінде for циклін ұйымдастыруға болады, двойной циклдар. Мысалға біз алдын шығарған есеп мынандай еді. Мысалға 1-ден бастап 5-ке дейін және for g циклі 1-ден бастап i плюс 1 деп жазған едік. Одан кейін print g деп біз лестница құрастырған едік. Запуск басатын болсақ, мына жерде мен end қою керекпін. Бізде осындай лестница тепешектер шыққан болатын. Енді тура осыны біз while циклмен де құрастырсақ болады. Мына жерде while циклін ашу үшін бірінші while i 1-ден басталады, одан кейін while циклін ашамыз, i кіші болғанда 5-тен дейміз, дұрыс па? Одан кейін ішкі циклді құрастырғанда g тең 1 дейміз да, осы жерде. И енді цикл while'ды бастаймыз. Цикл while'да g кіші болу керек кімнен? i плюс 1-ден. Өйткені оның диапазоны g 1-ден басталады, мені қарасаңыздар. Ал аяқталатын жері i плюс 1, сондықтан g кіші i плюс 1 деп көрсету керекпіз. Мына жердегі ұқсайды. Содан кейін біз мына жерде бұндай жағдайда print g дедік, ішіне end тырнақша қоямыз да, while біткеннен кейін бір пустой жол шығарамыз да, қалғанын келесі жолға түсіріп отырамыз. Запуск басатын болсақ, бізде шексіз цикл кетіп қалуда. Неліктен? Себебі біз мына жерде i-дың өсетіндігі және g-дың өсетіндігі жайлы командалар бермедік. Шексіз циклға ұрынып қалдық. Сол үшін мына жерде мен g-ді шығарып болғаннан кейін g келесі айналымға біреуге артық болып барады. То есть 1 болды, одан кейін 2 болады, одан кейін 3 болады. Сөйтіп мына жерге жеткенше болады. Одан кейін бізде мына бос жолды шығарғаннан кейін i циклінің командаларын бәрі бір кіру үшін біткеннен кейін i-ды да бірге өсіріп шығаратын боламыз. Енді қарайтын болсақ, мына жауабында қарасақ, бізде лестница 2 рет шыққан. Бірінші лестница for циклі арқылы ұйымдастырылған, екінші лестница while циклі арқылы ұйымдастырылған. Жалпы осылай двойной циклдарды whileмен де forмен де істеуге болады, немесе араластырып істеуге де болады. Мысалға мен мына жердегі команданы көшіріп алып, мына ішкі while'дың ішкі цикл ретінде кірістіріп қойсам қалай болады? Мына жерде қарасақ, while'дың сыртқы цикл i үшін сыртқы цикл whileмен жүреді, ал ішкі g ол for циклмен ұйымдастырылған. Осы жерді қарасақ, запуск басқаннан кейін, по-любому бізде результат осы тура бірдей болып шығады. Лестницаларымыз әдемі күйде. Бұл не деген сөз? Двойной циклдардың екеуі де for, екеуі де while болса да болады, немесе бір while, бір for. Бұл жерде разница жоқ. Мен мысалға мынаны енді қазір наоборот ұйымдастырайын. Сыртқысы for, ішкісі while сияқты қылып жазайық. Бұл жерде мен не істеу керекпін? g тең 1 деп бастаймын, және while циклін ашам. While циклында g кіші болу керек i плюс 1-ден деген жаңа команда. Одан кейін қайтадан мына екеуін қоям да. Және g плюс 1 деген жазып қойық. Сонда мына жерден салыстырып қарайтын болсақ, тоже результат бірдей. Осылайынан біз двойной циклдарды ұйымдастырсақ болады. While for циклды, for while циклы, двойной цикл. Және осы бізде двойной циклдарды ұйымдастыру кезінде түсінуіміз керек. Егер break амалын біз ішкі циклға қоятын болсақ, мысалы мен мына жерде жазып қойын, шығарып болғаннан кейін, егер
G тең болса 1-ге, онда break деп жазатын болсам, қараңыздар, бұл break тек қана ішкі циклды сындырады. Себебі бұл ішкі циклдың ішінде тұр. Екі циклды бірге сындырмайды. То есть мына while циклы сынады мына breakке байланысты, ал for просто өзінің келесі кругына секіріп кетеді. Өйткені мына ішкі цикл тез бітіп қалды. И то же самое мына жақта да жасақ болады. Мына жерге егер мысалға G тең болса 1-ге, онда break деп жазайын да. Бұндай жағдайда бізде наоборот for циклы сынады да ішкі, а while келесі кругына жолдама алады. Запуск басып көретін болсақ, бізде уже 1-1-1-1 деп шығып жатыр да. Неге? Себебі мынау 4-1-ден кейін G 1-ге тең болса сынады да, и келесі кругқа кетіп қалады. Сонда лестницаның ар жағындағы 1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 дегендерге былайша айтқанда жете алмай қалады. Себебі G 1 болған кезде сындырып жіберіп жатыр. Мен мына жерде қазір мысалға 2-ні қойсам, 2-ден кейін барып сынып отыратын болады да, 2-лер шығады, одан арғылары шыға алмай қалады. То есть break двойной циклдың ішкісін ғана сындырады, егер ішкісінде тұрса. Ал сыртқысында тұрса, полный циклды толықтай сындырып жібереді. Жалпы негізі осы break және continue оператор командаларын қолданған кезде мұқият болу керек. Жалпы осы break және continue'ды көп қолдану программистер арасында бір жақсы тонға саналмайды. То есть бұл break және continue'ды тек қана бұларды қолданбасаң басқа жолы жоқ кезде ғана қолдану керек. Бірақ break'ті қолданбай шығаруға болатын мүмкіндік болса, ләж барынша былайша айтқанда break continue'ді қолданбауға тырысу керек. Тек қана амал жоқ, соңғы вариант осы болса қолданамыз, амал жоқ.